Так, барлықтарыңызға ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Сіздермен бірге мен Мирас, және де бүгін біз өте қызықты тақырып өтеміз. Это структура рынка, яғни өткен тақырыпта біз трейдинг вью жайлы өттік, енді бүгін структура рынканы түсіндірем. Қараңыздар, біз мына рынокқа қараймыз, не көреміз? Конечно же, біз мынан хаос көреміз. Енді біз лонг позициясын және шорт позициясын ашамыз дедік қой. Яғни арзанға алып қымбатқа сату немесе керісінше шорт позициясында или кішкене басқаша логика, оны мен кейінірек түсіндіріп өтем. Бізде яғни екі тренд бар. Ол лонг тренді, яғни лонговый восходящий тренд, және де нисходящий тренд. Нисходящий тренд дегеніміз ол былай жұмыс жасайды. Қараңыздар. Енді бұл екі тренд бар. Енді бізде қандай мәселе қалды? Біз трендпен дос болуымыз керек. Яғни қараңыздар, енді Құдай сақтасын ондай болмай қойсын, бірақ та мысалы Өзбекстан болсын, Қырғызстан болсын, Қазақстан болсын, более енді армиясы слабый мемлекет, Америка, Иран сияқты мықты армиясы бар мемлекетке соғыс ашқанмен тең болады. Егер де біз трендке қарсы жүретін болсақ, яғни бізде лонговый восходящий тренд бар ғой, ол мықты нәрсе, ол жоғары бара жатқан нәрсе да. Ал біз тұрамыз да, мына жақтан көбісі кіреді айтады, мына жақтан баға төмен құлау керек, өйткені қатты өсіп кетті, коррекция беру керек деп, коррекциясын ұстап немесе разворот жасап алғысы келеді. Одан кейін баға тұрады да сәл коррекция береді де, ары қарай өсіп кетеді. Сол үшін де біз трендпен дос болуымыз керек. Яғни баға тренд құлап бара жатыр ма, біз ары қарай шорт іздеуіміз керек. Баға өсіп бара жатыр ма, лонг іздеуіміз керек. Наоборот жасамаңыздар. Енді бізде жалпы қалай алынады? Мен сол жайлы көрсетіп кетсем. Бізде свинговые точки деп аталады. Яғни каждый вот осы трендтің движениялары бізде свинг точки. Яғни қараңыздар, higher high, higher low деп бөлінеді. Вот қараңыздар, мен мұнда жазып қояйын. Higher high, higher low. Lower high, lower low. Қараңыздар, мысалы мынау бәрі higher low. Higher low, higher low, higher low. Higher high, higher high, higher high, higher high. Міне, lower high, lower high, lower high. Lower low, lower low, lower low. Яғни қараңыздар, восходящий трендте әр максимум мен минимум оның алдындағы максимум мен минимумнан жоғары тұрады. Яғни мынау төменгі жағы минимум, жоғары жағы максимум. Минимум, максимум, минимум, максимум. Осылай жүреді. Яғни өсет, коррекция береді, өсет, коррекция береді. Енді бізде осылай трендтердің барлығы бөлініп жатады, достар. Енді қараңыздар, сіздер айтасыздар, Мирас, енді нисходящий тренд кетіп баратыр, енді восходящийға оның ауысқанын қалай түсінеміз деп сұрауларыңыз мүмкін. Сол кезде мен сіздерге мынандай нәрсе айтамын. Бізде слом структура деген нәрсе бар, яғни босс деп аталады. Яғни мен қазір сіздерге оны толықтай көрсететін боламын. Самый последний higher low-ды біз тесеміз ғой. Тескеннен кейін свеча закреп беру керек. Және де осы тескен кезде бізде уже слом структура деген нәрсе. Яғни слом болды деген нәрсе. Яғни және де бұл жаққа біз не жазамыз? Біз бұлда босс деп жазып қоямыз. Яғни это слом структура. Break of structure деп жазылады. Енді дәл қазір біз higher low бізде тұр. Енді ары қарай қалай жасаймыз? Ары қарай баға коррекция беріп, тағы подтверждение беретін болса, яғни бұл бізде confirm деген нәрсе. И осылай баға ары қарай төмен кете береді. Енді мысалы трендтің сломын қай жақтан табамыз? Мысалы мен евро-доллар аламын. Евро-долларда бізде қай жерде ол көрініп тұрады? Мен сіздерге көрсетейін. Яғни біз қараймыз, общий трендті қараймыз, нисходящий болды, нисходящий қай кезде восходящийға ауысты. Міне бізде higher high, higher low, жоқ, lower high, lower low, одан кейін уже ары қарай восходящийға ауысып бастады. Бірақ та біз енді конкретно восходящийді мына жақтан қараймыз ғой. Мына жақта бізде слом болған. Яғни босс болған. Егер де сіз свинг трейдер болатын болсаңыз, немесе бір күн, бір апта, 2 күн, 3 күн бойы сделкаларыңызды ұстайтын болсаңыз, сіз, конечно, боссы осынан қарайсыз. Бірақ та егер де сіз более day болсаңыз, яғни біз сияқты, біз бір күннің ішінде торговля алуға тырысамыз, ол кезде қалай қараймыз? Мысалы, самый нисходящийді қараймыз, самый low бізде мына точка ғой. Мына точка ғой. Осы точка. Енді қайтеміз? Қараңыздар, lower high, lower low, lower high, lower low. Яғни бізде слом мына жақта тұр. Слом бізде мұнда тұр, мына кісілердің қайсы сияқты. Енді бұл жақта біз босс деп отметить етеміз.
баға бізде закреп берді, өсті, қайтадан құлады. И мына жақтан лонг аша беруге болады деген нәрсе емес, өйткені сломнан кейін біз подтверждениені күтеміз. Подтверждение мысалы бізде келесі қай, яғни мынау lower low болды ғой сам последний, слом бергеннен кейін мынау уже higher high болады. Енді осы higher high'дан жаңадан шыққан higher high'ды егер де біз тесетін болсақ, онда бізде подтверждение берілді деген сөз. Яғни мен мұнда біз қалай аламыз? Біз мына жаққа бос деп жазамыз. Менде бұл жақта жазылып тұрған жоқ екен, өкінішке орай. Міне бос. Жоқ, confirm. Так, бос емес, confirm. Енді, өйткені бізде бос мына жақта, мен кішкене шатасып қалыппын. Ары қарай біз не қараймыз? Бізде мына каждый точкалар барлығы бізде кіре береді. Неге? Өйткені каждый точканы ала аламыз да. Higher high, higher low, новый high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. И осылай кете береді. Higher high, одан кейін бізде мұнда fake пост болды, одан кейін уже новый higher high қойылды. Вот осылай баға бізде жоғары төмен жүре береді. Енді ары қарай біздегі жалпы слом мына жақта болып тұр да. То есть біз егер 1 сағаттан қарайтын болсақ, біз мына движениенің барлығын мы пропустили. Мына қараңыздар, мына движениенің барлығын біз тупо жоғалтып алатын едік. Егер де біз 1 сағаттан қарайтын болсақ, ал мына движениені ұстап алуға болатын еді. Яғни оны қалай ұстауға болатын еді? Ол жақта жалпы былай жасауға болатын. Слом болды, конфирм болды. Конфирмнан кейін тура просто қараймыз, астын бәрін очищать етіп кетіп бара жатыр баға. Астынан очищать етіп кетіп бара жатыр. Мысалы мына жақта тұрады да, бір оба тұрады. Оба тұрады, баға кірді. Немесе мұнда имбалансы бар екен. Міне имбалансы бар екен, жоғары кетті. Жоғары кеткеннен кейін бізде ары қарай мына имбалансқа келген жоқ баға, ары қарай жоғары кетті. Және мына жақта кішігірім манипуляция берді. Мысалы осындай жалпы движенияларды алып аламыз да. Енді қараңыздар, 1 сағаттан қарайтын болсақ, 1 сағатта біз біраз нәрсе пропустили. Вы видите, біз сломымыз мында, конфирмында, мына жақтағы сделкаларды ұстап алуға болады. Бірақ та біз мында слом болғандықтан мына жаққа күтіп отырамыз. Сол үшін де мен көбісіне не советую. Және де бізде мықты нәрсе бар, бізде синхронизация таймфреймов деген нәрсе бар. Яғни бізде 5 минут, 1 сағат және де 1 күн сол таймфреймдарда, мысалы, бізде восходящий кетіп барса өте керемет. Яғни мысалы, бір күнде бізде восходящий кетіп бара жатыр. Бір күндік таймфреймда бізде восходящий, 1 сағатта восходящий, 5 минутта восходящий. Өте керемет нәрсе. Бірақ көбісі не істейді? Көбісі тупо 5 минутқа кіреді, басқа таймфреймдарды қарамайды. 5 минутта бізде осылай төмен құлап келе жатқан баға бар. Одан кейін олар мына жақтан на продолжение шортқа кіреді. Ал ол тұрады да былай өсе салады. Неге? Өйткені бізде мысалы 4 сағаттық таймфрейм немесе 1 сағаттық таймфреймда бізде баға восходящий келеді да. Сосын міне коррекция берді. Мынау коррекция берген жері 1 сағатта немесе 4 сағатта деге. Ол мына движение болып тұрды. Нисходящий болып кеткен ғой, 5 минутта. Үлкен таймфреймді чекать етпейді, қарамайды. Сосын тұрады да, ол баға ары қарай өседі. Сосын ол ойланады, неге мен 5 минутта шартовый трендті көрдім, шортқа кірдім, ал ол өсіп кетті деп сұрайды да одан кейін. Жалпы осындай моменттер бар достар. Сол үшін енді жалпы барлықтарыңызға үлкен рахмет. Видеоны қарағандарыңызға слом структура жалпы түсіндіңіздер деп ойлаймын. Яғни біз не істеуіміз керек? Дәңгерлі итогын айтайық. Слом таба білуіміз керек, максимум минимумдарды определять ете білуіміз керек, және де трендті анықтай білсек, онда біз вместе с трендом сделка аша аламыз. Ал егер де трендпен бірге сделка аша алатын болсақ, онда біз соответственно жақсы прибыльдарға шыға аламыз. Трендке ешқашан қарсы жүрмеңіздер және бізбен бірге болыңыздар. Подписаться етіп, колокольчик басып, комментарий жазып, лайк басып, қолдап кетіңіздер. Все, барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.